Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, сәлем, қалайсыңдар қарындастарым, амансыңдар ма, денсаулықтарың қалай? Кеш жарық. Енді мен сендерде бір видео түсіріп жатырмын. Тамашалап көріңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, ұмытып кетпеңіздер, YouTube каналға подписка қойыңыздар, қолдап кетіңіздер. Енді біздер қазір мына жерде құралдарым тұр, инструменттерім бәрі бар. Біздер қазір жасап жатқанымыз брелок, кілт келетін брелок бар, бәріне бара береді. Біздер қазір қолымызға келгенше жасап жатырмыз. Ручная работа дейді. Біздер қазір внутренний из кожадан жасап жатқанымыз, таза кожадан. Қазақша айтқанда, бізде қазір мен сендерге осы видеоны көрсетейін. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бізде қазір көрсететін заттарымыз бар. Қолдап кетіңіздер, лайк басыңыздар, бағаларын қойып кетіңіздер. Ал құрметті оқырмандар, мен сендерге бір зат көрсетейін. Тамашалап көріңіздер, лайк басыңыздар, қолдап кетіңіздер. Мына біздің брелок, мынаған шалбардың ремейіне салып іліп қойуға да болады. Мына жерде карабин, мына жерге кольцо іліп қойуға болады. Или мынаған кілт, или мына жерде тағы да қасына кольцо іліп қойуға болады. Енді мынау жақсы, таза кожадан жасалған, натуральный кожа ғой енді. Өзі енді жақсы, өзі качественно мықты. Әше өмір бақи тұрады, жытылмайды. Қазір мен тағы да қазір не зат көрсетемін. Сол тамашалап көріңіздер. Мынау біздің кішкене брелок, қандай. Мына закеп ілініп тұр қазір мына жерінде. Үзілмейді. Мына карабин. Қазір мына қасында не тұратын сендерге көрсетемін. Қасында мынау тұрады. Мына жерде енді карабиннің несіне, мына жерде енді кішкене несі берса заказ бердім. Оны алғасы ертең келеді. Бағасы 5990 теңге тұрады екен. Коробкасымен келеді. Қазір мен сіздерге іліп көрсетемін. Міне осылай іліп көрінеді, әдемі болып тұрады. Мынау кішкентай брелок, мынау кольцо. Мына жерде кольцо тұр. Мына жерде енді сол тігіледі. Қазір пока тіккен жоқпын, просто сендерге көрсетіп жатырмын. Қыздарға қазір мен сендерге көрсетемін. Тамашалап көріңіздер. Міне, мына енді қыздарға арналған, мынадай күшті әдемі болады. Қыздарға мына кілтке, оның қазір несі болады, кішкентай брелок болады. Мынадай да брелок қой енді. Қазір қасында мынау брелокты көрсетемін. Міне қыздарға мынандай кішкентай осындай брелок, мына жерде іліп қойып тоже ілеміз. Ол да күшті әдемі болып тұрады. Тек мына қыздарға бәрі қосылатын жерде. Мына еркектерге ол мына мен сендерге көрсеткен ол брелок. Потом екі брелок болады. Міне мынау еркектің несі, мынау қыздардікі. Мынау енді екеуі андай қасында мынау ілініп тұрады, и мынау тоже ілініп тұрады қасында. Осылай біз жасаймыз. Мен сіздерге бағасын айтамын, соның бағасын көріңіздер де, бағасы қанша тұрады екен. Мынау енді бағасы 2000 теңге. Общий мына есептеген 2000 теңге болады. Мынада да 2000 теңге бағасы. Мынада бағасы 2000 теңге. Егер заказ беретіндерің болса, заказ беріңіздер, жасап береміз. Бағасы 2000 теңге. Таза кожадан жасалған. Ойламаңдар, біз германтин емес кожа, таза кожадан жасалған. Егер осындай қыздар болсын, жігіттерің болса, жігіт пен қыз жүріп жатқан адамы болса, подаркеге, туған күніне алып беруге болады. Бағасын сатып аласыздар, 2000 теңгенің. Сонымен қасында былай болып тұрады, и былай болып тұрады. Өздерің қыздарыңа, жігіттеріңге подарка алып беруге болады. Туған күні болсын, любой зат, кімнің туған күні болады, соларға алып беруге болады. Сатып алыңыздар, 2000 теңге бағасы. Нөмірлер жазып кетеміз сіздерге. И мынандай брелок бар. Бағасы тоже 2000 теңге тұрады. Осы жақсы әдемі түрі бар. Біздер ондай
жаман деген сөз жоқ, бәрі жақсы. Пролог. Мен қолдан жасаймын. Ручный работа дейді.